Дүниетану тақырыбы адам өмірінде табиғат жағдайының алатын орны. Балалар, алдарыңда Қазақстанның физикалық картасы берілген. Одан таулар мен жазықтарды, өзендер мен көлдерді көресіңдер. Олар қалай аталады және картада қандай түспен берілетінін білетін боламыз. Таулар картада қоңыр түске боялғанын байқаймыз. Тау бұл жер бетінің айналасынан едәуір биік тұсы. Таудың табиғаты сұлу, жанға жайлы келеді. Сондықтан онда демалыс орындары салынады. Далаға егін егеді, жайылым жерлерге мал жаяды. Өзен көлдерден балық аулайды. Өсімдік өсіру үшін ылғал мен құнарлы топырақ керек. Мұндай табиғат жағдайды Қазақстанның солтүстігінде, оңтүстігі мен оңтүстік шығысында бар. Бұл аймақта адамдар ертеден егін шаруашылығымен айналысқан. Таулар жер бетінің көтеріңкі биік аймақтары. Олар әдетте топтасып, тізбектеліп орналасады. Жер бетінде кездесетін таулардың ішіндегі ең биігі Тибет пен Непалдың шекарасындағы Гималай тауларында орналасқан. Оның биіктігі 8848 метрді құрайды. Қазақстанның физикалық картаға қарап, біз сол картаның ішінен бірнеше тауларды көре аламыз. Ұлытау, Шыңғыстау, Қаратау, Көкшетау, Іле Алатауын көре аласыңдар. Таудың ең биік жері шың деп, төмен жері тау етегі деп аталады. Шыңнан етегіне дейін тау беткейлері созылып орналасады. Биік тауларға, егер биіктігі 5000-7000 метрден жоғары болса, беткейлері тік, шыңдары қар және мұзбен құрсалған. Терең шатқалдармен тілімденген. Шатқал түбінде ағынды өзендер ағады. Беткейлерінде қалың орман өседі. Картада биік таулардың басы ақ-көк дақтары бар қоңыр, ал аласа таулар ашық қоңырқай түске боялған. Жазық бұл жер бетінің біркелкі тегіс болып келетін тұсы. Жазықтар құрлық бетінің көп бөлігін алады. Картада оның түсі жасылмен белгіленген. Жазықтар тегіс және қыратты болады. Жазықтарда тік беткейлі шұңқырлар бар, бұл сай жыралар. Жазық жерлер адамның өмір сүруіне қолайлы болып келеді. Өйткені таулы жерлерде ауыл шаруашылығымен айналысу, жол және ғимарат құрылысын салу өте қиын. Қазақстанның сусыз аймақтарында тұратын адамдар жыл бойы малының жайылымын екінші жерге ауыстырып отырады. Олар су табу үшін барған жерлеріне терең құдықтар қазған. Осылайша ата-бабаларымыз көшпелі мал шаруашылығымен айналысқан. Картаға қарап, ертедегі Қазақстанның орталық бөлігінде тұрған адамдар қандай кәсіппен айналысқанын болжап айтыңдар. Неліктен олай ойлайсыңдар? Біздің аймағымызда жер бедерінің қандай түрлері кездеседі? Сен тұратын жерде қандай өзендер мен көлдер бар? Оның шаруашылыққа әсері қандай?